Қоян мен түлкі ертегісі. Бір күні орманда ақ қоян серуендеп жүріп, бір себетке толы сәбіз тауып алады. Қуанып кетіп, себетті үйіне апармақ болады. Жолда оған түлкі жолығады. «Қоян жан, не тасып келе жатырсың?» дейді. Түлкі көзін сығырайтып, «Сәбіз таптым» дейді қоян шаттанып. «Көрейінші, дәмді ме екен?» деп түлкі сәбізден біреуін алып аузына салады. Бірақ қоян түлкінің ниетін түсініп, былай дейді. «Түлкі апай, мен бұл сәбізді орман жануарларымен бөліспекшімін. Бәріне жететіндей көп. Кел, бәріміз бірге жейік» дейді. Түлкі ойланып қалады. Қоянның мейірімділігіне тәнті болып, «Сен ақылды, әрі жомарт екенсің. Мен де енді достармен бөлісуді үйренемін» дейді. Сол күннен бастап орманда бәрі тату-тәтті өмір сүріпті.